Құрметті диқандар, пайғамбарымыз Мұхаммед салам айтқан, өздерің жас көрген нәрсені бірге жас көрмесе шынайы мұсылман бола алмайсың дегендер. Сол үшін біз иншалла былтыр биогумуспен помидор еккенбіз. Бақытжан ағамыздан биогумусты 250 грамм астына 250 грамм үстіне салып еккенбіз. Биыл шолшан бағып өзіміз биогумус өндіріп, осы жерімізде шолшан қалмаған биогумусты елеместен астына салатымыз. Шолшанға неге? Алдын помидор еккен кезімізде астына бір аурулар кесе тамырына, сол тамырына дәрілі химикаттар құйған кезімізде, сонда дәрілі шолшанда жолға шыққан жолы өріп қалатын еді. Мына жерлерімізде ешқандай шолшан қалмаған, әлі кәуелеп жатырмыз, айдап жатырмыз, бір шолшан жоқ. Соның үшін енді бұл биогумусымызды мына бір шөмішпен, ковышпен сабатымыз 1 литр шығады екен. Енше өлшеп көрдік. Өзбекстанның диқандарынан сұрадық, тепсас деп жатқан. Олар айтады, керек болса мынау егілмеген жерге де 1 литрден биогумус салып егіп жатырмыз дейді. Мына биогумустан піскен помидордан былтыр біз семинар өткізгенбіз. Өзіміздің Сарыағаш ауданына апарып, помидорларымызды, қызанағымызды тексертіп, сестен табиғи өнім екенін дәлелдегенбіз. Иншалла биылда келешегіміз ұрпағымыз үшін табиғи өнім өндіру үшін астына 1 литр, үстіне 1 литр саламыз деп жатырмыз. Биыл ешқандай бір химикат бермейміз деп алдымызға бір жоспарға бір ниет қойдық ұрпағымыз үшін. Иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.